Сәлем, канал атауы Ред Коврадан Абайболға ауысуына байланысты арнаға жаңадан бір жанрдағы бейне салсам, қалай қарайсың? Мұнда тым қорқынышты емес. Жай бір кино не анимейшнді барынша қорқынышты қылып шолу жасайтын боламын. Кемшілік болса комментке бейне ұнағанын білдіру үшін лайкпен тіркелсеңіз болғаны. Шамам келмесе жай бір шолу жасай саламын. Тастағы Семсер. 20-шы ғасырдың 1963 жылы қай ай екені белгісіз атақ даңққа ие болып келе жатқан Disney студиясы қанша миллион мен жасап, қанша тапқанын терең зерттемедім. Айту Уолтер Эллиот Диснейдің қайтыс боларынан бірнеше жыл бұрын театрларға шыққан Артур Хан туралы баяндалатын, әлбетте Disney форматындағы анимейшн жарыққа шықты. Анимейшн бастала Based on the True Story емес, Based on the Book by T.H. White деп шықты. Неге олай? Атақты Артур Хан жай ғана аңыз болған ма не? Анимейшн басталмастан мен қорқа бастадым. Бірақ мен сіздерге соңына дейін баяндап беруге міндеттімін. Анимейшнның 1 минут 40 секундында бір бала кітаптан бір әңгіме оқып береді. Онда сонау Англияда король көз жұмып, ел қараусыз қалыпты. Ал басына қиын қыстау кез келгенде бір семсер ғана көмек бере алады деседі. Тасқа қадалған семсер. Семсерде былай жазылған деседі. Кімде-кім осы бір қылышты тастан суырып алса, Англияның королі атанады. Бірақ мен деген серлер тастан семсерді суырып ала алмапты. Корольсіз өткен Англияда жағдай құлдырап, не заң, не әділдік жоқ. Адамдардың бойын үрей жаулап, мықтылар соғыста күшін емес, әйелдегі әлсіздерге күшін көрсете біліпті. Қасқыр мен жыртқыш құстарға толы Ну орманда қаусыраған Мерлин атты сиқыршы жалмен таныс боламыз. Ол бір шелек су тартқанына өкпелеп, өзінің қай дәуірде жүргенін ұмытқандай су құбыры электрді жоқтаумен болады. Мерлин үйіне кіргені сол еді. Алдынан сиқырланған сөйлейтін Архимед есімді үкі шыға келеді. Мерлин Архимедке бір қонақ тосып отқанын, оны өз жолын табу үшін көмектесетінін айтады. Келесі кадрда Секең деген сары шашты арақша келген баланың алып бір жігітке еріп келе жатқанын көреміз. Біздің бас кейіпкер осы жігіт емес, жас бала. Есімі Артур. Екеуі аңшылық барысында оқыс жағдай болғаннан жігіт Артурды жазалап, Ну орманға кіргізіп жібереді. Артур осылай Мерлинге келеді. Мерлин, Артур, Архимед үшеуі танысып, артынша Артурға еріп кетуді Мерлин мен Архимед жоспарлап, Мерлин сиқыр жасап, үйдегі барлық заттарды бір сумкаға жолдарға сейдіріп жібереді. Үшеуі сарайға Артурдың тұрып жатқан жеріне келісімен сарай иесімен танысып, сарайға қалуға рұқсат алады. Жаңбыр құйып тұр. Сарай сыртынан сарай ішіне біреу келді. Ол хабаршы екен. Хабарында Лондонда бір сайыс болмақ. Ол сайыстан жеңімпазы Англияның королі болады дейді екен. Осылай сарай иесі өз ұлын сайысқа түсіру үшін күнде дайындық жасайды. Ал Артурды жігіттің атқосшысы ретінде Лондонға алып кетуге сөз береді. Мерлин Артурды өзен жағасына ертіп әкеліп, Артур мен өзін балыққа айналдырып, өзенде аз уақыт жүзеді. Және де анау-мынау деп әңгіме соғып ән айтады. Мерлин біресе біз балықпыз дейді, біресе сыртымыз балық кейпінде болғаны болмаса адаммыз деп түсініксіз сөйлеп, дәл мен сияқты миды ашытып жібереді вообще. Өзен ішінде Артур алып балыққа жем бола жаздайды. Архимедтің арқасында жаздайды. Әйтпесе жем болар еді. Шын айтам, жем болушы еді. Шетпік біте жаздады ғой. Мерлин содан шығып келіп, өзін және Артурды қайтадан адам қалпіне келтіреді. Келесі сценада қаусырған кәр қақпасы Артур баланы азғырып жүріп, тиынға айналдырады. Және тиынға айналып, ағаштан ағашқа секіріп, махаббат әнін айтып жүргенде Артур койот па, қасқыр ма, білмеймін әйтеуір жыртқышқа желіне жастайды. Бұл жолы Артурға өлердей ғашық болған
тыйын көмектеседі. Үшеуі сарайға қайтып оралуымен Мерлин мен Архимед араларында жанжалдасып, Архимед Артурға ұстаздық етеді. Бұлайша мұғалім етеді деген сөз ғой. Және сол жерде Мерлин тағы сиқыр қолданып, Артурды құсқа айналдырып жібереді. Архимед Артурға қалай ұшу керектігін үйрету барысында бүркітке тап болғаннан қашып пысып жүріп, мим өздері дейді. Мим есімді сиқыршы мыстанның үйіне тап болады. Архимед Мерлинді көмекке шақыруға кетеді. Ал Артур мимнің тұзағына түсіп, басын арбай түседі, арбала түсе ма? Сол үйға салыңдаршы, білмеймін қайсысын арбайтын. Артынша Мерлин үйге кіріп келгеннен Мим мен Мерлин түрлерін өзгертіп, араларында жекпе-жек жүргізеді. Әлбетте Мерлин жеңеді. Неге десеңіз, Мерлин коронавирус болып Мимді сырқаттандырып тастайды. Артынша үшеуі сарайға оралады. Артур атқосшы ретінде Лондонға кетпек болады. Ал Мерлин Артурдың атқосшы болатындығына ашуланып, сол дәуірде ашыла қоймаған Бермуд аралына ұшып кетеді. Қазірде ондай арал бар ма, жоқ па, там білмеймін, тіпті вообще зерттегім жоқ бұнда. Таң атып Лондонда сайыс басталады. Жігіттің кезегі жақындай түседі. Артурдан қылыш сұрағанда, Артур қылышты қонақ үйге ұмытып кеткенін айтып, алып келу үшін жүгіріп қонақ үйге жетеді. Бірақ қонақ үйде тірі жан болмайды. Барлығы сайысқа кеткен еді. Сол сәтте көзге жалт етіп қоршау ішінен бір таста семсер көрінеді. Артурда басқа амал жоқ. Сол себепті әлгі семсерді тастан суырып алады. Не? Мынадай бала мынандай жігерлі суыра алмаған семсерді суырып алды ма не? Деп жазып тұрғым бұнда. Қалай жазғаны түсінбедім ғой мен мынаны. Жарайды. Сайыс тоқтатылады. Артур король атанады. Мерлин Артур мен Архимедтің жанына келіп, болашақ туралы бытыңдап тұрып анимейшн бітеді. Біздің де бейне бітеді.